Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 22-ші сабақ дауыссыз П мен Б. 13-ші жаттығу бағандағы сөздерді оқы. Жауап, жауабы, есеп, есебі, алап, алабы, тәртіп, тәртібі, шөп, шөбі, сап, сабы. Сөздерді салыстырып, сөз соңындағы П дыбысы неліктен Б-ға өзгергенін айтып көр. Өз қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр дейді. Яғни жауап, жауабы, П дыбысы Б дыбысына ауысқан екен. Себебі П дыбысынан кейін дауысты Ы дыбысы келіп тұр, сол себептен П дыбысы Б дыбысына өзгеріп тұр. Ы және Э дыбыстары келіп тұр екен, П дыбысынан кейін. Енді мына ережені оқып есте сақтап алайық. П дыбысына аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, П дыбысы Б-ға айналады. Мысалға, кітап, кітабы, тарап, тарабы. 14-ші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Асқар әдеттегідей мектепке бір ғана қалам алмайды, 3 қалам алды. Оны әкесі байқаса да ештеңе демеді. Бірде ол асығып әкесіне келді. Әке, сізде 1-2 қалам болса беріңізші деді. Әкесі жұмыс үстелінің тартпасынан 2 қалам алып үндемей ұсынды. Бір күні әкесі: Асқар, сенің бұл әрекетіңді түсінбедім. Мектебіңе бірнеше қаламмен кетесің де, біреумен ғана қайтасың, қалғандарын қайда жібересің, деді. Менің кейбір достарымның жиі қаламы болмай қалады. Біреулері үйінде ұмытып қалдырады. Сондайда мен оған өз қаламымның біреуін беремін, деді Асқар. Мөлдір бұлақ журналынан алынған мәтін екен, мәтін не туралы? Мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Мәтін Асқардың әрекеті жайлы, негізгі ой мәтіндегі достарына деген жомарттық, көмек, қамқорлық, ол қаламын беріп, достарына көмектесіп, сондай жомарттық танытады екен. Келесі тапсырма. Егер сен Асқардың орнында болсаң, не істер едің дейді. Мен де Асқар сияқты достарыммен бар болса бөлісемін, көмектесемін. Мәтіндегі қара мен жазылған сөздердің жазылуындағы өзгерістерді байқа, оның себебі неде деп ойлайсың? Мектепке П дыбысынан кейін дауыссыз К дыбысы келді. П өзгермейді, П болып жазылады, Мектебіңе П дыбысынан кейін дауысты Э дыбысы келді. Сол себепті П дыбысы Б дыбысына өзгеріп кетті. Мінекей осындай ережелерді еске сақтап, барлығын сауатты жазуды үйреніп алайық. 15-ші жаттығу, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен кітапханаға жиі барамын, онда кітап көп. Алған кітабымды таза ұстаймын. Қара мен жазылған сөздерді салыстыр. П дыбысының Б-ға өзгеру себебін түсіндір дейді. Кітап, кітабымды, қара мен жазылған сөздер. П дыбысынан кейін дауысты Ы дыбысы келіп тұр, кітабымды деген сөзде. Сол себепті П дыбысы Б дыбысына өзгеріп кетті, Яғни П дыбысынан кейін дауысты Ы немесе Э дыбыстары келетін болса, П дыбысы Б дыбысына өзгеріп кетеді. Ал дауыссыз дыбыс келсе, П дыбысы өзгермей, солай жазылады екен. 16-ші жаттығу. Берілген сөздерге Ы, Э әріптерінің тиістісін қосып жаз. П-ның өзгеру себебін түсіндір. Мысалға, мектеп, мектебі, қап, қабы, сап, сабы, қолғап, қолғабы, шөп, шөбі, топ, тобы. П-ның өзгеру себебі П-дан кейін Ы немесе Э деген дауысты дыбыс келіп тұр, сондықтан П дыбысы Б дыбысына өзгерді. Осында ережені есте сақтап аламыз, П дыбысы қай уақытта Б дыбысына өзгереді және қалай жазылады. Соны дұрыс қолданып, сөздерді қатесіз жазуымыз үшін осындай ережелерді есте сақтап жаттап алған дұрыс екен. Келесі 17-ші жаттығу. Мектеп кітапханасында кітапқа тапсырыс беру нұсқаулығын толтыр. Бірінші, кітапқа тапсырыс беру үшін кезек күт. Екінші, қажетті кітаптың атауын және авторын айт. Үшінші, сен тапсырыс берген кітапты алып келуін күт. Төртінші, кітапты алған соң тыныштық сақтап кітабыңды оқы деп осындай мектеп кітапханасында кітапқа тапсырыс беру кезіндегі нұсқаулықты осылай толығымен толтырып алсақ болады екен,
кітапханаға жиі барып, кітап оқып тұрған біздің сауатымызды ашады. Яғни сауатты болып, ойлау қабілетіміз жақсы дамуына үлкен ықпал, зор әсер етеді екен. Сондықтан кітап оқуға көп көңіл бөлейік. Иә, озат оқушым. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп ала ғой. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кетсең болады. Келесі сабаққа дейін сау бол, озат оқушым.